Түркістан облысы 2025 жылдың алғашқы жарты жылдығында әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер бойынша республикада көш бастады. Қысқа мерзімді экономикалық өсім 118% құрады. Бұл еліміз бойынша ең жоғары нәтиже. Алқа мәжілісінде осы көрсеткіштер сараланып, жоспарлар нақтыланды. Түркістан облысы әкімдігінде өткен алқа мәжілісінде аудан қала әкімдері мен басқарма басшыларының 6 айдағы қызметі сараланды. Рейтингтік жүйе бойынша көрсеткіші төмен өңірлер сынға алынып, нақты тапсырмалар берілді. Үш баяндаманы тыңдадым, үш баяндаманың бәрінде істейміз, жасаймыз. Бұл не үшін біз жасап жатырмыз? Неге мынандай индикатор рейтингіге енгізіп жатырмыз? Себебі сіздер осыған қарап, нақты қандай кемшіліктер бар, не есебінен. Бұл жерде тек қана аудан әкімі емес, аудандағы жетекші маманнан бастап әрқайсысы түсіну керек, қайсы неге жауапты екен, оны қалай орындайтын мәселе сода. Уже нақты шараға кірісеміз. Өңірдегі өнеркәсіп өнімінің көлемі 723,3 миллиард теңгеге жетіп, 13,5% артқан. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығы саласында 253,9 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, өсім 4,7%-ды құрады. Құрылыс жұмыстары 233,3 миллиард теңгеге орындалып, 25,1%-ға ұлғайған. Ал пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі 438,5 мың шаршы метрге жетіп, 18,2% өсім тіркелді. Рейтингтік бағалау бойынша Қазығұрт, Сайрам және Шардара аудандары үздік үштікке енді. Тапсырмалардың орындалуы, мерзімде орындалуы индикаторлар енгізілген. Жалпы блокта 10 индикатор бар. Оның ішінде аудан қалаларға тиесілі 9 индикатор. Бұл жерде енді қарап отырсаңыздар, тек қана Түлкібас ауданы ғана 10 мыңға ие болып жатыр. Қалған аудан қала әкімдіктерінде өкінішке орай теріс ұпайға ие болды. Оның ішінде соңғы үштікті атап өтетін болсақ, Ордабасы, Келес, Сарыағаш аудандары еніп жатыр. Ордабасы, Келес және Сарыағаш аудандарында 9 индикатордың 6-ы орындалмаған. Облыста өндіріс, ауыл шаруашылығы және құрылыс салаларында тұрақты өсім бар. Ең жоғары өсім өңдеу және тау-кен өнеркәсібінде тіркелді. Жарты жылдықта 89 индикатордың 85-і орындалған. Аймақты дамытуға арналған 2024-2030 жылдарға арналған жол картасы бекітілді. Әкім 3-ші тоқсанда барлық көрсеткіштер толық орындалу керек екенін қатаң ескертті. Шынар Мұратхан, Әбдішкір Әділжанұлы, Түркістан 24.